Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге дастарханыңыздың көркі болатын осындай кереметте жұп-жұмсақ күлше нандардың рецептісін ұсынамын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысқа жылы сүт, жылы су, тұз, қант, ерітілген сары май, соңынан ашытқыны қосып араластырамыз. Ұнды електен өткізе отыра қосып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағат 1,5 сағатқа қалдырамыз. Менде қамыр өте жақсы көтерілді. Аздап қана майлап, қамырды видеодағыдай бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Немесе мен сияқты таразының көмегімен бөліп алсаңыздар да болады. Осылай дөңгелектеп, формаға жайғастырып, шамамен 10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Күлше нандарымыздың ортасын осылай басып, онан соң шанышқымен осылай тесіп аламыз. Бір жұмыртқаның сарысымен бір ас қасық сүтті араластырып, бетіне жағып шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша мак немесе кунжутпен әсемдесеңіздер болады. Әрине бұл маңызды емес, барлығы өздеріңіздің қалауларыңызша. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне біздің күлше нандарымыз дайын. Дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Балзия ас болсын.